Сәлем достар, бүгін түскі асқа саңырауқұлақтан осындай дәмді тамақ жасаған болатынмын. Рецептінде сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Бұл тамақ өте дәмді әрі тез дайындалады. 10 минуттың ішінде ғана пісіп шықты. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Бізге керегі 700 грамм саңырауқұлақ, 2 орта бойда картоп және 1 дана пияз керек болады. 2-3 тіс сарымсақты қоссаңыздар болады. Енді үйдің адамдардың санына қарай азайтып көбейтсеңіздер болады. Ең алдымен 2 табада жеке-жеке сұйық май құйып аламыз. 1 табада пиязды қуырамыз, екінші табада саңырауқұлақты қуырып аламыз. Пияз кішкене қызғылт түске енген кезде үстіне картопты салып, жақсылап араластырамыз, қуырып аламыз. Картопты да, саңырауқұлақты да тұздауды ұмытпаймыз. Саңырауқұлақтың суы тартылғаннан кейін пияз бен картопты салып, араластырып, қуырып аламыз. Артынан ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Міне біздің түскі асымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай ондай қиын емес, өте тез әрі жеңіл дайындалатын тамақ. Міне осы рецептпен отбасыларыңызға осындай әдемі, дәмді түскі асты дайындап көрсеңіздер болады. Дайындап көруге кеңес беремін, өйткені шынымен де дәмі өте керемет болды. Қалауларыңызға қарай укроп немесе петрушкамен сәндесеңіздер болады. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, жазылып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.